Сәлем баршаңызға, сіздермен дәрігер Бағзат Сейтқазыұлы. Бүгін мен асқабақтың бір бөлігінің өзі адам ағзасына қайтарымсыз процесстер тудырады деген видеоға түсіргім келіп тұр. Түсініксіз айтты мен негізі. Түсіндіріп берейін. Асқабақ біздің ағзамызға қандай зияны бар және қандай пользасы бар, жаңағы пайдасы бар. Және де асқабақпен қалай біз өзіміздің өт жолыменен мынау бауырымызды тазалай аламыз, осы туралы сөйлесетін боламыз. Видео өте қызықты болды, сол себепті лайк басып каналға тіркеліп, комментарий жазып кетіңіз. Ал мен бастаймын. Бәрілеріңіз білесіздер ғой, асқабақ деген бұл бізде мынау базардан болсын, магазиннен болсын, кез келген жақтан таба алатын продукт болып табылады. Асқабақтың составында неше түрлі адам ағзасына пайдалы заттар бар екен. Оның ең бастысы, ең маңыздысы бұл біздің асқазанменен, жаңағы өт жолымен және мынау бауырымыздың детокс терапиясында қолданатын дәрі десек те болады. Бұл зат абсолютно природный, ешқандай химия жоқ. Білесіздер ғой, асқабақтар өзі мынау біздің әлемде өседі, көп жерде тараған, любой жерден тапсаңыздар болады. Және де егерде сіздер осы асқабақты пайдаланатын болсаңыздар, тамақтарыңызға қосатын болсаңыздар, болмаса мен осы видеоның описаниясына рецепттер жазып кетемін, 3 рецепт. Сол рецепттер бойынша асқабақ дайындайтын болсаңыз, сіздердің бауырларыңыз тап-таза болады ғой. Мынау мысалға не болатын болса, жаңағы губка дейді ғой, мынау губка болатын болса, сол губка сияқты мысалға губканы бүйтіп суға саласың ғой, бүйтіп сұраған кезде тап-таза қылады ғой. То есть жаман заттың бәрін судағы мынау губка қалай сорғылады, сол сияқты асқабақта мынау біздің бауырымыз деп алатын болсақ, бауырымызға түскен кезде, тамақпен бірге тамақ жеген кезде бүткіл токсиндардың бәрін тазалап болады екен. Бұл особенно мынау кішкене зиянды әдеттер бар адамдарға, мысалға алкоголь ішетін, болмаса темекі шегетін, болмаса насыбай ататын деген сияқты, болмаса қаттандай аштыны жақсы көретін адамдар, майды жақсы көретін адамдар, болмаса жаңағы тәттіні көп жақсы көретін, жалпы осындай бәріміз осылай дұрыс емес тамақтамыз, сол себепті асқабақты детокс терапия ретінде қолдансаңыздар болады. Любой видеоны алып қарап көріңіздер, ашып көріңіздер. Асқабақ туралы өте көп видео бар, өте көп врачтардың рекомендациялары бар, және де мынау асқабақты қалай дайындау болады деген кеңестер толып жатыр. Бәрінде мынау біздің бауырымыздың детокс терапиясына арналады деп көрсетеді олар. Жалпы қазір мен сіздерге асқабақтың жақсы жақтарын, то есть асқабақ составында не тұрады, қандай заттардан тұрады, осы туралы сөйлесіп кетейін. И не үшін асқабақ сонша біздің ағзамызға пайдалы? Біріншіден, асқабақта каротин деген витамин өте көп екен. Бета-каротин, каротин дегеніміз бұл мынау сәбізде бар заттар, антиоксиданттар, сәбізде бар витамин А, витамин С, асқабақта 4 немесе 5 есе көп екен, ойлаңыздаршы. Сонда асқабақтың құнарлығы сәбізден де жоғары болып тұрған болып есептеледі. Осы маңызды зат. Енді асқабақта осы бета-каротин, каротиннан бөлек микро-макро элементтер тола екен. Мед, цинк, калий, кальций бар екен, магний бар екен құрамында. Ойлаңызшы, егерде сіздің ұйқыңыз бұзылып жүрген болса, болмаса шаршап жүрген болсаңыз, және тағы біреусі бар, витамин В группа. Витаминдардың группасындағы В витамин өте көп екен асқабақтың құрамында. Және де калорийності аз, диетический деп алсақ та болады. Және де бұның составында мынау витамин А, витамин С деген заттар өте көп. Сол себепті егер асқабақты сіз тұтынатын болсаңыз, сіздің бауырыңыз тазаламай жатып, даже мынау біздің көру зрениямызды жақсартады екен. Зренияның, острота зрения деп айтады ғой. Егер көзіңіз нашар көріп жүрген болса, асқабақты стабильно, күнделікті түрде ұзақ уақыт қолданатын болсаңыз, сіздің мынау көз көруің қасиетіңіз жоғарылай бастайды және көз аурулары кететін болады. Сол себепті асқабақты қолданыңыз, көзіңізбен проблемдер болса, зрениеңізбен, өйткені витамин А деген тола. Асқабақтың тағы бір керемет заты бұл антиоксиданттар тола екен. Антиоксидант дегеніміз білеміз, көп видеоларда мен айтып кеттім уже. Антиоксидант дегеніміз бұл воспаленияны кетіретін, жаңа клеткаларды жаңалататын,
ескі клеткаларды құртатын заттар болып есептеліп, біздің мынау каждый жасушамыз ағзамыздағы барын жаңалайтын бұл антиоксидант болып табылады. Сол себепті осы тыквада, осы асқабақтағы антиоксиданттар біздің ағзамызға өте маңызды және өте керекті зат болып табылады. Ал осы асқабақтың мен құрамын айтып кеттім. Енді асқабақты қандай кісілерге жеуге болмайды, осы туралы айтып кетейін. Асқабақты диабетиктерге болмайды, өйткені асқабақты егер сіздер микроволновый пеш болмаса, мынау печка бар ғой, кәдімгі пісіретін, сол печкаға салатын болсаңыздар, глюкозаның саны артып кетеді екен, көмірсулары артып кетеді. Сол себепті егер асқабақ ұзақ уақыт жейтін болсаңыз, болмаса көп мөлшерде жейтін болсаңыз, бұл гипергликемияға алып келеді. То есть сахарный диабет кімде бар, асқабақ желательно жемеген дұрыс. Содан кейін асқабақты кішкентай балаларға желательно бермеген дұрыс. Кішкентай балаларға мынау пісірілген күйінде болады, бірақ сырым виде дейді ғой, мына шикі күйінде бермеңіз, өйткені асқазаннан ауыр келеді. Және де кімнің бауырымен проблема бар, кімде обострение болып тұр, кімде панкреатит, кімде холецистит, кімде тас бар өтінде, соларға болмайды. Өйткені особенно мынау сырой кезінде, мынау шикі кезінде қабылдайтын болсаңыз асқабақты, ас қорыту жүйесіне және мынау желчегонный эффект бар, тағы бір свойствосы. Асқабақтың желчегонный эффект дегеніміз ол өттің стимуляциясына көмектеседі. Сол себепті тас болатын болса, тасың жылжып кетуі мүмкін. Сол себепті асқабақты сіздер тастарыңыз болса, өттеріңізде жеуіңіз дұрыс емес, және де бүйректеріңізде тас болатын болса да көп жеуге болмайды. Бұл қарсы көрсетілім осындай. Ал енді асқабақтың рецептілерін айтайын. Қандай рецепт қолдануға болады? Ең біріншісі, асқабақты сіздер 100 грамм болмаса 200 грамм асқабақты алып, майдалап, турап, содан кейін оған ет қоссаңыздар болады. Болмаса етті бірінші бұқтырып асқабақ қоссаңыздар болады. Осылай неше түрлі тағамдар дайындасаңыздар болады. Ол бірінші методы, рецебі. Екінші рецебінде біз сырым виде асқабақты осындай бір стаканға тураймыз. Толтырып асқабақ турайсыздар, ішіне саласыздар бір стаканды. Сөйтіп блендермен езіп, сумен араластырып ішсеңіз болады. Каша болады бұл. Бұл екінші рецепт. Бұл біздің бауырымызды өте жақсы тазалайтын рецепт болып табылады. Сол себепті қиын ештемесі жоқ. Асқабақты аласыз. Егер қатты болған болса, жұмсақ емес, қатты болып тұрған болса, микроволновка болмаса печке кішкене езіп алсаңыз болады, жұмсақ қылып, осындай стаканға толтырып саласыз. Сөйтесіз дағы бір қасық бал салсаңыз да болады, осының ішіне балын қосасыздар да. Блендер бар ғой, блендер, ручной блендермен, болмаса андай стакан бар блендерменен араластырсаңыз, кәдімгі каша болып шығады. Соны күнделікті түрде азанда аш қарынға ішетін болсаңыз, бауырыңыз бір айдың ішінде тап-таза болады. Істеп көріңіздер. Бірақтан балды көп қоспаңыздар, өйткені бал көп болған сайын біздің бауырымыз қиындайды. Оның бәрін справляться ететін, бәрін обработка істейтін бауыр болып табылады. Сол себепті бір қасықтан асырмаңыз, бір шай қасық балға осындай толы асқабақты қабылдасаңыз болады. Екінші рецепт бұл соковыжималка керек болады. Соковыжималкаға осындай 2 стакан асқабақты толтырып салып, одан кейін бір алманы алып салып, содан кейін 2 морковка дейді ғой, сәбізді алып салып турап, содан кейін кішкене бал қоссаңыз да болады, бір қасық, 2 қасықтан. Сөйтіп араластырып, жаңа соковыжималкадан осындай напиток қылып шығарып береді. Соны күнделікті азанда қабылдасаңыз тоже бүйректі, бауырды, өттің бәрін тазалайтын керемет продукт болып табылады. Енді асқабақтың өте керекті затын айтайын. Егерден сіздердің сосудтарыңыз проблема болатын болса, сосудтармен проблема болатын болса, ми аурулары неше түрлі, инсультті переносить еткен адам болсаңыз, болмаса инфаркт болған болса, болмаса варикоздарыңыз ауыратын болса да, аяқтарыңыздағы, болмаса мына сосудтар дейді, қан тамырлар жүйесінде неше түрлі проблема болатын болса, онда осы асқабақты мен айтқан рецепттермен қабылдайтын болсаңыздар, сіздердің осы қан тамыр жүйесін тазалайтын мықты зат болып табылады. Өйткені антиоксидант бар және қан сұйылтатын заттар бар құрамында, өте көп витаминдер, минералдар бар. Керемет зат.
басыңыз егер ауырып жүрген болса, постоянно басыңыз қоймайтын болса, осы асқабақ суын, асқабақ кашасын күнделікті жеп, сіздер бас аурудан құтылуларыңызға да болады. Сол себепті ми жұмысына, мидың қан тамырларын тазалау үшін, миымызды разгружать ету үшін, бауырымызды тазалау үшін осы асқабақты қолдансаңыздар өте керемет болады. Бұның бәрі бесплатно, статьялардан алынған, описанияда қалдырып кетемін. Асқабақ туралы жиналған жиынтықтан мен алып айтып отырмын. Ештеме одан алынған жоқ. Сол себепті егер проблемдер болатын болса, асқазанмен, өтпен, бауырменен, миларыңызбен, миын тазалағыңыз келсе, қан тамырларын тазалағыңыз келсе, осы рецепттерді қолдана отырып, денсаулығыңызды жөндеуіңізге болады. Ал егер сіздер бауырды қалай тазалау керек, басқа методтармен тағы тазалағыңыз келсе, болмаса ұйқы безіңізді өлтіретін продукттар туралы видео көретін болса, мен төбеде мына ссылка қалдырып кетемін, шығады, соған бассаңыздар, сол видеоларға өтіп көріңіздер. Өйткені көбінесе мына бауырмен кімде проблема бар, ол адамдарда мына ұйқы безімен де проблемалар көп болады. Сол себепті осы видеоды маңызды өтіп көріңіз. Ал егер сіздер мен консультацияма жазылғыларыңыз келсе, сіздерде сахарный диабет болмаса, қалқанша безбен проблема болмаса, асқазандарыңызбен хеликобактер пилори болсын, холецистит, панкреатит, ұйқы безі, осындай ауруларыңыз болатын болса, мен терапевт маманмын, маған WhatsApp-қа жазсаңыздар, сізді консультацияма жазып, УЗИ-ларыңызды, анализдарыңызды бәрін талдауларын жасап тұрып, сіздерге лечениясын жазып беремін, бірақ консультациям ақылы. Консультацияма жазылыңыз, денсаулықты жөндеңіз. Ал егер осы видео қызық болған болса, каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Сіздер мен дәрігер Бағзат Сейтқазыұлы, сау болыңыз.